Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз есепті теңдеу құру арқылы шығару. Бірінші есепте шешуін теңдеу түрінде шығарамыз. А есебінде қосылды 15 бала, болды 27 бала. Алғашында қанша бала болғаны белгісіз. Белгісіз болғандықтан x деп аламыз. Енді шешуіне алғашында болған, яғни x-қа қосамыз, қосылған бала санын 15. Тең болады 27. Барлығы бізде қосылғасын 27 бала болды. Енді x тең болады 27-ден 15-ті азайтсақ 12 бала болады. Алғашында 12 бала болған екен. А есебінде шығарды 190 фотосурет, қалды 125 фотосурет. Әжесіне сыйлады белгісіз. Белгісіз болғандықтан x деп аламыз. Енді шешуінде 190-нан, яғни шығартқан фотосуреттен жалпы азайтамыз сыйлаған фотосурет санын, яғни x. Енді тең болады 125, қалған фотосурет саны. X тең болады 190-нан 125 азайтсақ 65 шығады. Сонда әжесіне 65 фотосурет сыйлаған екен. Екінші есептің астында 6 метрлік 14 таспа бау, 2 метрлік 23 таспа бау. Енді барлық қанша метр таспа бау сатып алынғанын табуымыз керек. 6-ға 14-ті көбейтеміз, 2-ні 23-ке көбейтеміз де шыққан мәндерін қосамыз. Жауабында 130 метр таспа бау сатып алынды. А есебінде болды 158 шар. Алынды 18 шардан 4 рет. Қалды қанша шар? Соны табуымыз керек. Енді шешуінде 158-ден азайтамыз 18 көбейтілген 4-ті. Жауабы 86 шар қалады екен. Б есебінде апельсин 25 килограммнан 4 жәшік, мандарин 28 килограмм. Барлық қанша цитрусты жеміс сатып алынғанын табуымыз керек. 25-ті 4-ке көбейтеміз, оған қосамыз 28-ті. Жауабында 128 килограмм цитрусты жеміс сатып алынды. Үшінші есепте шешуін теңдеу түрінде шығару керек. А есебінде қыз 12, ол белгісіз, ал барлық 28 бала келген екен. Оны табу үшін 12-ге қосамыз x-ті. Бұл жерде 12 қыз саны, ал x дегеніміз ол саны. Яғни белгісіз ол. Тең болады 28 жалпы бала саны. Енді 28-ден 12-ні азайтсақ 16 ол келген екен. А есебінде бір костюм тігу үшін 4 метр мата, ал 32 метр матаға қанша костюм тігілетінін табу керек. Оны табу үшін x-ке көбейтеміз 4-ті, тең болады 32. Енді бізде бұл жерде x дегеніміз табу керек, яғни костюм саны, ал 4 дегеніміз бір костюм тігілетін метр матаның яғни саны, өлшемі. Ол тең болады 32 метр матаға. Оны табу үшін 32-ні 4-ке бөлеміз, сонда 8 шығады. 32 метр матадан 8 костюм тігіледі екен. Төртінші есепте бізде осындай 3 өрнек шығу керек. 24 қосылған 229 көбейтілген 2. Бұл жақшадан 353 саны шығады. Яғни мәні 353, оған 2-ні көбейтсек 706. Келесі 95-ке 189-ті қоссақ 284, оған 3-ті көбейтсек 852. Келесі 145-ке 78-ті қоссақ 223, оны 4-ке көбейтсек 892. Бесінші есепте берілген белгісіз сандарды табу үшін осылай теңдеу арқылы шығаруымыз керек. А теңдеуінде x-тің түбірі, яғни жауабы 610 шығады. А теңдеуінде 16, В теңдеуінде, яғни Б теңдеуінде 750, ал В теңдеуінде 515. Алтыншы есептің астында берілген диаграмма бойынша сұрақтар қарастырамыз. Яғни бірінші А сыныбында қанша оқушы, төртінші А сыныбында ше, ең көп оқушы, қай сыныпта деген сияқты сұрақтар қойсаңыздар болады. Мен бірден А есебінен бастап кеттім. Сіздер осы екі есептен одан да көп есептер шығара аласыздар. Мысалы, мен екі есепті мысал ретінде шығарып қойдым. Мысалы, бірінші А сыныбында 14 оқушы, төртінші А сыныбында 10 оқушы. Қаншаға артық екен табу үшін 14-тен 10-ды азайтсақ 4 оқушыға артық екен. Келесі есепте екінші А сыныбында 8 оқушы, үшінші А сыныбында белгісіз, барлығы 24 оқушы.
24-тен 8-ді азайтсақ, 16 оқушы шығады. 7-ші есепте берілген өрнекті орындап, оны баған түрінде көрсетуіміз керек. Мысалы, мен бірінші өрнектің мысалын көрсетейін. 234 көбейтілген 2 қосылған 340 бөлінген 5, азайтылған 924 бөлінген 4. Ең бірінші реттік амалдарын қойып шығамыз. Мысалы, бірінші көбейту, одан кейін бөлу, содан қосу, азайту орындалады. Енді бірінші көбейтуді жасамыз. 234 көбейтілген 2, 2-ні 4-ке көбейтсек 8, 2-ні 3-ке көбейтеміз 6, 2-ні 2-ке көбейтсек 4 болады. 468. Одан соң бөлуді орындаймыз. 340-ты 5-ке бөлсек, 34-тен береміз. Сонда 6, 6-ны 5-ке көбейтсек 30, мына жердегі 4-ті түсіреміз. Қасындағы 0-ні де түседі. Сонда 8. 40-тан 40-ты азайтсақ 0 шығады. Жауабы 68. Одан кейін тағы да бөлу орындалады. 924-ті 4-ке бөлсек, енді одан 9-дан береміз. Сонда 2, 2-ні 4-ке көбейтсек 8, 1-ді жазамыз. Мына жерде 2 түседі. 3-ті жазып қоямыз. 12-те 12-ні азайтсақ 0, мына жердегі 4-ті түсіреміз. 4-тің ішінде 4 бірлет бар. 4-тен 4-ті азайтсақ 0 болады. Одан кейін 468-ді, яғни көбейтуден шыққан мәнді қосамыз, бөліндіден шыққан мәнді 68-ді. 8-ді 8-ге қоссақ, 16, 6-сын жазам 1 ойда. 6-ны 6-ға қосам 12, ойдағы 1-мен 13, 3-ін жазам 1 ойда. Одан кейін 4-ті 0-ге көбейтсем, 4 ойдағы 1-мен 5 болады. 536. Енді осы 536-дан 3-ші бөліндіден шыққан мәнді, яғни 231-ді азайтамыз. 6-тан 1-ді азайтсақ 5, 3-тен 3-ті азайтсақ 0, 5-тен 2-ні азайтсақ 3, жауабы 305. Екінші өрнекті де дәл осылай шығардым. Бір-біріне өте ұқсас. 8-ші есепте берілген 4 цифрдан осындай 3 таңбалы қанша сан жазуға болатынын табуымыз керек. Берілген цифрлар 1, 3, 5 және 7. Мен осылай 135, 153, 137, 173, 157, 175 деп жазып қойдым. Одан кейін бастамасын 3-тен бастайық. 315, 351, 317, 371, 357, 375. Одан кейін басын 5-тен бастайық. 513, 531, 517, 571, 537, 573. Енді одан кейін қалғаны, яғни бастамасын 7-ден бастаймыз. 713, 731, 715, 751, 735, 753. Барлығы 24 сан жазуға болады. Бүгінгі сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Сау болыңыздар.